Бірде Томас Эдисон есімді кішкентай балақай мектептен үйге қайтып келеді. Ұстаздар беріп жіберген хатты анасына береді. Анасы хатты жылап отырып дауыстап оқып береді. Сіздің ұлыңыз данышпан, бұл мектеп өте кішкентай және әлсіз. Бұл мектепте сіздің балаңызды оқыта алатын мұғалімдер жоқ. Өтініш, балаңызды өзіңіз оқытыңызшы деген екен. Көп жыл өткеннен соң анасы қайтыс болғаннан кейін, ол кезде Эдисон осы ғасырдың ең мықты өнертапқышы болған. Бір күні ескі жанұялық мұрағаттарды қарап отырып, байқаусыз да баяғы хатты тауып алады. Ашып оқып көреді. Сөйтсе, сіздің ұлыңыз ақыл-ойы кем, қабілеті төмен. Біз бұл баланы басқа оқушылармен бірге бұл мектепте оқыта алмаймыз. Сондықтан баланы үйде өзіңіз оқытуыңызды сұраймыз деп жазған екен. Эдисон 1-2 сағат еңіреп жылап алады. Сосын күнделігін алып былай деп жазады. Томас Алан Эдисон, ақыл-ойы кем балақай, батыр анасының ерлігінің арқасында өз ғасырының ең данышпан өнертапқышына айланды деген екен.